Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қамыры өте жұмсақ болып шығатын етті бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Мен бәлішке қажетті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен жұмсақ қамырымызды илеп алу үшін ерітілген сары майымызға қаймақ, тұз және де бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіп алған ұнымды қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Келесі кезекте бәліштің салмасына қажетті ингредиенттердің барлығын турап дайындап алатын боламын. Ең алдымен етін, содан соң көкөністерін турап шығатын боламыз. Көкөністеріміздің бәрін турап даярлап болған соң дәміне қарай тұзын және де бұршын салып алатын боламыз. Содан соң менде мұздатқышта сақталған осындай укроп бар, соны қосып араластырып алатын боламын. Келесі кезекте қамырымның бір бөлігін үлкен, бір бөлігін кішкене етіп бөліп алатын боламын. Содан соң үлкен бөлігін оқтаудың көмегімен жайып алатын боламын. Қамырымызды жақсылап илеп дайындап алған соң қалыпқа орналастырып алатын боламыз. Содан соң алдын ала дайындап алған салмасын ішіне бір тегіс етіп салып шығатын боламыз. Келесі кезекте қамырымның кішкене бөлігін оқтаудың көмегімен жайып алып, жаңағы салмамыздың үстіне салып, екі қамырымызды бір-біріне біріктіріп түйіп алатын боламыз. Барлығы дайын болған соң, қалауыңызға қарай шанышқының көмегімен үстінен із қалдырып шықсаңыздар болады. Содан соң келесі кезекте бір жұмыртқамды жарып салып алып, үстіне куркуманы салып, екеуін араластырып, бетіне жағып шығатын боламын. Барлығын дайындап алған соң қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз.